Бірақ кейбір не топтар осы патриоттық деген нәрсені мүлдем сезінбейтін секілді. Оның сол рудан болған үшін, оның сол тайпадан болған үшін оны жақтырмау. Енді халифаттық деген қайтып келіп қалуы мүмкін ғой деп айтады. Мүмкін. Сағынышы пайғамбарымыз саллаллаху патриот екенін көреміз. Өз елін, өз жерін жақсы көргендігін көреміз былайша айтқан кезде. Ұлттың жаманы жоқ, бірақ адамның ішінде аласы да болады, құласы да болады. Патриоттық ол бөлек нәрсе, сенің дінді қабылдауың, діншіл болуың ол басқа нәрсе. Қайырлы күн, құрметті көрермендер. Есімім Тасболат Әли Бекболатұлы, сіздермен ерекше подкаст. Бүгін бізде қонақта десек болады, бірақ қонақ деп айтатындай біздер ерекше подкаст болған соң бұл жерде жүргізуші жоқ. Жанымда Өрлі аудандық мешітінің бас имамы Қанат Қуанышбайұлы. Рахмет. Бүгін бізде ерекше подкаст, кезекті айдарымыз, кезекті тақырыбымыз, жанында әріптесіміз Тасболат Әли Бекболатұлы. Бүгін біз сіздермен осы сұхбатымызда патриотизм және ұлтшылдық тақырыбында қозғамақпыз. Осы екі тақырыпты діни тұрғыдан талқылауға, Құран аяттарымен, пайғамбарымыздың хадисімен, тарихпен осы мәселеге тоқталып өтпекпіз. Қанақа, бүгін күнімізде өте үлкен мәселе. Енді патриоттық мәселе емес, бірақ та ұлтшылдық деген дүние бұл өте үлкен. Алауыздық тудыратындай жағдайлар. Не болмаса жаңағыдай қазіргі тем более мына референдум келіп жатыр. Сол референдумның айналасында адамдардың тілге жанашырлығының кейбіреулері соның арғы шетіне өтіп ұлтшылдыққа кіріп кетіп жатқан жағдай бар. Енді ол қоғамның дерті, әрдайым білетініміздей. Себебі ұлттың жаманы жоқ, бірақ адамның ішінде аласы да болады, құласы да болады. Сол ортаға келген кезде кейбір уақыттарда кикілжіңдер пайда болады. Енді біз зайырлы мемлекетте тұратынымыз да бар, одан бөлек көп ұлтты, көп конфессиялы мемлекетпіз ғой. Яғни сол көп ұлтты болғандықтан да біздерде ұлт аралық араздық әрдайым туындады. Мысал үшін көпте ұзаған жоқ, 2016-дағы қазақтар мен тәжіктер деп бастады. Не болмаса одан алдындағы қазақтар мен ұйғырлар, қазақтар мен өзбектер, тағы да басқалай әрдайым біздерде осыған байланысты кикілжің туып отырады. Себебінің негізі ол біздің зайырлы, сонымен қатар көп ұлтты мемлекет болуымыз деп ойлаймыз. Негізі мындай нәрсе ғой, ұлтшыл болу керек. Мысалы, ұлтшыл деген сөз жаңағы өз ұлтын жақсы көретін, өзінің ұлтын сыйлайтын, құрметтейтін, өз мемлекеті жайында әрдайым алға тартып, өзінің ұлтшылдығын көрсету керек негізі адам баласы. Бірақ ұлтшылдықтың тағы бір түрі бар, ол қандай? Жаңағыдай өз ұлтын ерекше жоғары қою, басқалардан үстем ретінде көру, одан кейін басқа ұлттарды жаңағыдай төмен санау сияқты түсінікке айналатын болса, ол дін тұрғысынан ол жаңағы оны құптамайды былайша айтқан кезде. Тіптен дін емес, жалпы айтқан кезде менмендікке алып келетін дүние іспеттес қарасақ. Енді оның да бір көрінісі жай ғана жек көрінішчілік секілді ұнамсыз әрекеттер басталады. Және де соның арқасында қастандық секілді әрекеттерді байқаймыз. Жай ғана жаңағы Өзбекстаннан біздерге Қазақстанға алып келіп, жұмыс жасатып, ақшасын бермей қойып, сендер оның ішінде үстіне қосымша сөздердің көп сөйленуі. Ол жерде енді тек қана мигранттық мәселемен ол жерде қаражат бермей қойған бір әңгіме. Бірақ сонымен қатар оның ұлтына, оның ата-бабасына тіл тигізу секілді ұнамсыз әрекеттер де бар. Ол енді шындап келген кезде біздің ең бірінші қазақылығымыз дегенмен де адамгершілігімізге сай келмейтін іспеттес. Енді пайғамбарымыздың мынандай бір хадистері бар, сол тоқталып өтейін осы ұлтшылдық турасында. Жалпы ұлтшылдықты, ол шектен шыққан ұлтшылдықты ол қолдамайтынын айтып өттік. Енді мынандай бір хадис бар екен, асабият дейміз ғой, жаңа ұлтшылдық туралы деген сөзден жаңа арабшасына келетін болсақ, мынандай бір хадис бар екен, кім адамдарды ұлтшылдыққа, асабиятке шақырса, ол бізден емес деген хадис бар екен. Бұл жердегі жалпы хадистен шығатын мағына не? Пайғамбарымыздың жалпы дін тұрғыдан бұл жерде айтылып отқан нәрселердің барлығы өз ұлтын басқа ұлттардан жаңа жоғары қою ол дұрыс емес екенін көрсетеді. Бұл біріншіден, екіншіден жаңағыдай адамдарды жаңа ұлтқа қарай бөлудің барлығы ол соңғы жаңағыдай қақтығысқа, алауыздыққа алып баруы мүмкін. Енді Алла Тағаланың өзінің
біздерге ескерткені сол ғой. Біз адамдарды ұлт қылып жаратудағы мақсатымыз жаңағы адамдардың арасындағы бір-бірін келемеждеу, не болмаса бір-бірін төмен санау емес. Олардың жаңағыдай бір-бірін білу үшін, тану үшін дейді. Аятта былай дейді, мысалы Құранда: ей адамдар, шын мәнінде сендерді бір ер мен бір әйелден жараттық, және бір-бірлерін тануларың үшін сендерді халықтар мен тайпалар еттік дейді. Алла алдында ең абыройларың тақуаларың деп тұр. Yani аятта да аяттан шығатын мағына ұлттардың жаңағыдай әр ұлттың болуы ол табиғи құбылыс біріншіден. Екіншіден адамның жаңағы артықшылығы ол ұлтында емес, аятта келгенде жаңағы тақуалығында дейді екен. Және ол аяттан түсінетін мағына басқа ұлттарды кемсіту, оларды жаңағыдай ұлтшылдыққа салынып оларды кемсіту, оның дұрыс емес екенін осы аяттан біз түсінеміз былайша айтқан кезде. Яғни Алла бізді солай жаратты да, бір-бірімізді тану үшін жаңағыдай ұлтқа, тайпаға біз мысалы бір-біріміздің тілімізді білмейміз деген секілді әр ұлтқа тілге бөлді былайша айтқан кезде. Енді бірінен бірі кем емес, бірінен бірі артық емес. Тек жаңағы сияқты тілі басқа, не болмаса жаңағыдай терісінің кожасы деп айтады, кожасының түрі басқа болғандығы ғана. Енді бір сөзді айтатын. Шатыспасам, имам Ибн Касирдің тәпсірінде қара тәнділерді қайдан шыққан дегенін айтады. Адам атамыздың Абыл мен Қабылды айтады ғой. Сол жерде өлтіріп қояды бір-бірін. Содан жаңа қашып жүрген кезде күнәсінің соншалықты көптігі қап-қара болып кеткен екен. Содан тараған дегенде бір приколдарды айтатын енді. Бірақ енді ондай емес. Алла тағала енді оны бірінен бірін кем қылып, не болмаса жаңағыдай ол күнә жасағандардың ұрпағы сол үшін онымен жазаланады деген сөз емес. Ол географиялық жағдай. Кез келген жерде бір уақытта жылдың әр мезгілі болуы мүмкін, бір жерде жылдың 4 мезгілі болуы мүмкін. Ол енді тарихқа қарайтын болсақ, сахабалардың кезінде де осы ұлтшылдық мәселесінде мысалы кейбір қара нәсілді сахабалар мен сахабалардың арасындағы мысалы оқиғалар енді ол жаңағыдай жахили бір пікірмен айтылып қалған сөздер сахабалардың арасында. Ондай оқиғалар бар ма негізінде? Шатыспасам, Абу Зар ал-Ғифаридің оқиғасы. Кімнің айтатыны? Біләл Хабаши деп айтады. Хабаши деген енді түсінікті, ол Африка мемлекетінен келетін екен. Сол айтады ғой, бір сөзден келісе алмай қалып, сол жерде Абу Зар ал-Ғифаридің айтатыны бар. Қара құлдың баласы деп айтып жіберді. Содан пайғамбарымызға ренжиді енді. Бізде қазіргі уақыттағыдай емес, ана ішімізге жұтып жүре беретіндей пайғамбар бар кезде бүткіл мәселені сахабалар әкесіндей көріп, пайғамбарымызға жеткізіп барады. Осылай айтылды деген кезде пайғамбарымыз ашуланып кетеді ол жаңа. Ашуланып кетіп, Абу Зар ал-Ғифариді шақырып алады дейді. Сен де әлі жахилеттің тұқымы деп айтады, не болмаса жаңағыдай әсері қалып кеткен екен деген кезде, ол сахабалардың да сол кездегі бір несі болар. Не деп айтады жаңағыдай менбендігі жоқтығы, ол пайғамбарға деген мойынсұнудың барлығы, ол жерге барып айтатыны, барып басын жерге қойып, сен мына аяғыңды менің, яғни мына қара аяғыңды менің мүбәрак басымды баспайынша мен бұл жерден басымды көтермеймін деп жатты дегенде. Сол жердегі яғни ұлт емес, басқа емес, мысалы үшін біз тарихтан оқыған кезімізде жаңағы Омар радиаллаху анхудың айтатыны бар. Сальман Фариси жайлы. Ол бізден, ол менің бауырым, Омар Фариси деген сөздерді қолданып. Яғни ол парсы болады ма, ол жаңағыдай хабаши болады ма, оларға деген бір не жоқ, өшпенділік жоқ, не болмаса оларға деген бір бірінен біз арабпыз, не болмаса біз одан үстінбіз деген нәрсе жоқ. Енді бар біз білетініміз жаңағыдай пайғамбарымыз дүниеден қайтқан кезде ансарлар мен мұхажирлердің арасындағы кішігірім сөзін келесі халифалық ансарлардан болу керек деп сахабалардың, сол ансарлық сахабалардың өз арасында жаңағыдай халифаны сайлап алуы жаңағы шықпай жатып мысалы. Сол кездегі Абу Бәкір радиаллаху анхудың айтатынында біздерден әмірлер болады, сендерден уәзірлер болады дегендей. Енді оны санай берсек, біздің халифаға жаңағы Осман халифаттығына дейін алып келе береміз. Бірақ та ол жердегі мәселе тек бір ұлтшылдық, не болмаса ол жердегі Құрайштың тек қана қатты үстемдігін айтпайды. Енді пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам сол неден шыққандығы үшін біздердің оларға деген сыйымыз,
құрметімізге байланысты деп ойлаймын. негізі ислам тарихында бұл осы жаңа ұлтшылдық дейміз ғой енді. Бірақ оларда да мысалы халифат пен халифаттың аралығында амауилер мен аббасилердің арасында болсын, хашимилер мен амауилердің арасында негіз тарих қарайтын болсақ, белгілі бір деңгейде тайпалық бір келіспеушілік бар. Ұлтшылдық, тайпалық. Ол анарудан, ол хашимиден, ол жаңағыдай амауилерден деген секілді. Мысалы, Осман радиаллаху анхудың кезіндегі Осман радиаллаху анхудың өз амауилерден болған туыстарын, жаңа бауырларын әкімдікке, қаланың басшылықтарын қойған кездегі осының бәрі хашимилермен жаңағыдай ол анарудан, бұл мынарудан деген секілді. Сондықтан ол оқиғалардың барлығы пайғамбарымыз заманында да бар еді, мысалы. Хашимид пен амауилердің деген секілді. Ол жерде бір белгілі бір діни қақтығыс жоқ, бірақ тарихта оның сол рудан болған үшін, оның сол тайпадан болған үшін оны жақтырмау әрекеттер енді адамға байланысты кейбір. Бұл жерде діни мәселе емес, мәселе рулық, тайпалық келіспеушіліктердің барлығы сол ислам тарихында белгілі бір деңгейде үлкен бір орын алып қалды. Сол тайпалықтың кесірінен, рушылдықтың кесірінен сахабалардың арасында соғыс болсын, басқа келіспеушілік болсын, барлық нәрселер болды да, осының бәрі. Ол сол уақыттан бері бар нәрсе ғой енді ол нәрсе. Бірақ дін ол нәрсені құптамайды, ол енді айтып шықты түсінікті нәрсе. Бірақ ол адам болғаннан кейін, пенде болғаннан кейін, ол деді жаңағыдай өзінің руынан болған адамға деген жақын көзқарасы, басқа рудан болған адамға деген салқынқандылық деген секілді, оның бәрі адам баласы болғаннан кез келген қоғамда ол болатын нәрсе негізінде. Біздерде оқуда сұрайтын. Енді халифаттық деген қайтып келіп қалуы мүмкін ғой деп айтады. Мүмкін, жақсы, ол бір шынымен әділеттілік, сол нәрсені бәрін сақтаса біз оған жоқ деп айтпаймыз ғой. Бірақ айтам, біздің сәлефилеріміз, мына камераға айтайыншы, біздің сәлефилеріміз егер дәл сондай халифаттықты қолдап, халифат болып кетсе, сөйтіп ол жерде баяғыдай енді былай айтқан кезде пайғамбардың заманы емес қой. Міндетті түрде бір ұлт, екінші бір ұлтты басқысы келіп тұратындай бір не болады ма? Ол қалай мүмкін деген нәрсені енді бір ойға да қонбайды деп айта алмаймыз, бірақ та сол нәрсе бәрібір сезіліп қалып жатады. Енді қоғамда қазіргі уақытта мысалы үшін бір елден екінші мемлекетке барсақ, араб түрікте, түрік арабта, анау мынаны бір-бірінен солай бір кішкене нелері бар. Жалпы діни топтардың, кейбір діни топтардың түсініктерінде олар енді біз жалпы былай қараймыз ғой, біз жаңа аятта айтқандай бәріміз адам ретінде бәріміз бірдейміз, бірақ белгілі бір деңгейде тақуалыққа байланысты әркімнің дәрежесі әртүрлі. Бірақ патриотизм деген нәрсе бар да, мысалы. Патриоттық деген нәрсе бар. Ол деген патриоттық деген нәрсе ол жаңағы өзіңнің туған жеріңді, еліңді, халқыңды сүю, оны қорғау, оны жаңағы дамытуға өзіңнің бір үлесіңді қосу, осының барлығын біз патриоттық деп айтамыз мысалы. Оның барлығы не? Ол жауапкершілік, ол жаңағы бірлік үшін, татулық үшін осының бәрі. Бірақ кейбір діни топтар осы патриоттық деген нәрсені мүлдем сезінбейтін секілді. Болмаса патриоттық деген нәрсеге қатты басымдылық бермейтін секілді. Ол мұсылман болса болған емес пе деген секілді. Осындай бір кері қара пікірлері бар мысалы деген. Ол патриоттық ол бөлек нәрсе, сенің дінді қабылдауың, діншіл болуың ол басқа нәрсе. Дұрыс айтасыз. Екеуінің арасында айырмашылық бар ғой. Міндетті түрде ғой себебі. Бірақ жаңа кейбір топтағы бауырларымыз сол нәрсені кез келген адамды мұсылман емес деп шектейтіні, намаз оқиды, намаз оқымайды деп бөлетіні өте қиын. Ол енді фихи мәселе, ақидаға қатысты мәселе ғой, бірақ дегенмен де ол мұсылман еместігі бір өзінің ғибадат орындамауы өз алдына, бірақ патриоттық деген нәрсе ол адамның бойында болу керек міндетті түрде. Өзінің халқын жақсы көру, өзінің жерін жақсы көру, өзінің елін сүю, өзінің еліне қызмет қылу, осының бәрі осы патриот деген сөздің астын құрайтын ұғым былайша айтқан кезде. Тіпті мысалы пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассаламның да өзінің жерін, өзінің елін жақсы көрген, мысалы Меккеден Мәдинаға хижрет еткен кездегі, көшкен кездегі Меккеге қарап тұрып, ей Мекке, егер сенің мені мәдиналықтар, меккеліктер мені сенен қумағанда мен сенен кетпес едім деген секілді. Оның барлығы сағынышы пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассаламның патриот екенін көреміз. Өз елін, өз жерін жақсы көргендігін көреміз былайша айтқан кезде. Бірақ өкінішке орай кейбір діни топтар осы мәселеге аса бір қатты қарамайтын секілді. Мүмкін, себебі
Енді шындап келген кезде Алла тағаланың шариғатын барлығымыз да мойындаймыз, бірақ та қазіргі заманның талабы десек те болады бір жағынан. Енді себебі халифаттық заман емес, бір жағынан енді ол халифаттық келе ма келмей ма, ол келсе қиямет болып кететін шығар мүмкін. Бірақ болмағанның өзінде де қазіргі уақытта бәрібір сол нәрсенің айырылып тұратындығын көреміз. Себебі шындап келгенде солай бет, ана жақтан біреу келіп тұрып сен мемлекетіне келіп бір басшылық жасатса бір түрлі өзіңе қарайсың. Енді халифаттық дегенде сондай ғой, былай айтқан кезде басыңа келіп басқа ұлттың сен мына жерден, сонда біздің ұлт емес адам маңызды дегеннің өзіне де оның үстіндегі адамдар да кейбір уақытта ұлтшылдыққа беріліп қалса, ертең үлкен бір түсініспеушіліктер пайда болып қалады. Ұлтшыл болу керек, бірақ ол белгілі бір деңгейде да. Асабиет емес. Асабиет емес, араға іркі салатындай емес. Дұрыс, ұлтшыл болу керек. Ұлтшыл өз еліңді жақсы көру, өз еліңді құрметтеу, ұлтың үшін, елің үшін жаңағыдай әрдайым нық аяқта болуың, ол қалыпты жағдай ұлтшыл болу деген нәрсе. Бірақ жаңағыдай кейбір ұлтаралық жаңа ұлттардың арасында араздыққа, жаңа түсініспеушілікке алып келетін нәрсені, оның дінде ол нәрсені құптамайды, ол нәрсені деген. Бірақ жаңа бір қынжылтатыны кейбір діни топтардың жаңағыдай адамдарда патриоттық деген нәрсені, ұлтшылдық деген нәрсені тек қана дінмен шектейтін өте қиын. Дінде ол мұсылман болса, мұсылман болмаса, жаңағыдай кәпір болмаса, намаз оқымаса, ғибадат орындамаса, ол мұсылман емес деген секілді қарау. Ол жаңағыдай, ол да қоғамның бөлінуіне, қоғамның арасынан үй ішінен үй тіккендей қылып, жаңағыдай бір түсінікке алып келеді негізінде. Ол қатаң тыйым бізде. Ислам дінінде ол міндетті түрде қатаң тыйым, өйткені ислам дінінің өзі бір бөліну емес, ол мейірім деп айтамыз, не болмаса жаңа бірліктен деп айтамыз, ауызбіршілікке, берекетке, барлығына шақыратын дін болғандықтан, оны жаңағыдай бір нәрсемен қоғамның ортасын қосымша тағы да бөлуге, ықпалға әрекет жасаума деп. Енді ол да құпталатын дүние емес. Бірақ та енді жаңағысы айтып жатсыз, ол патриоттық болу қажет. Себебі өзіміздің тұрған еліміз, өзіміздің тұрған жеріміз, қазақта айтатындай, су ішкен жерге қайтып түкіре алмаймыз. Біз осы жерден ішіп жатырмыз, осы жерден көркеюіне әрекет жасаймыз. Әрбір жаңағыдай басқан топырағымыздың, жеген нанымыздың қадірін біле алатындай. Кейбір адамдар бар ғой, қоғамда, қоғам болғаннан кейін әртүрлі адамдар болады. Жаңа патриоттық деген нәрсені сезінбейді, елде жүреді, жыраққа шығып көрмейді, шетелге шықпайды. Елдегі нәрсенің қадірін білмейді, байлықтың болсын, тыныштықтың болсын, егемендіктің болсын, тәуелсіздіктің болсын қадірін білмейді. Ал сол адам шетелге шықсыншы, шетелге шыққан кезде елдің жаңа патриоттық деген нәрсені, адам шетелге шықса, ол патриоттық деген сезімі ерекше оянады. Елін сағынады, елінде өзінің барған елімен қазіргі тұрып жатқан елдің арасының қадірін біледі, салыстырады. Біздің елде қандай, мына елде қандай деген секілді. Сол жаққа барған кезде елін сағынады, сол елде тұратын азаматты көрсе, өзінің бауырын көргендей болып, жаңағыдай өзінің бір патриоттық сезім оянады. Бұның барлығы не? Бұның барлығы жаңа қоғамдағы кейбір адамдардың патриоттық деген сезімді сезіне алмауының басты бір себебі ол сол бар нәрсенің қадірін сезінбеу ғой. Елдегі тыныштық болсын, амандық болсын, тәуелсіздік болсын, егемендік болсын, соның жаңағыдай қадірін сезінбеу. Ал бірақ ол шетелге шыққан кезде, шетелде өмір сүрген кезде, ол біздің елдің жаңағыдай қаншалықты қасиетті екенін, қаншалықты қадірлі екенін, біздің елімізде қандай нығметтер бар екенін, ол басқа елге шыққан кезде ол сезіну мүмкін. Сол кезде адам не істейді? Жаңа патриоттық сезім ояна бастайды. Патриот деген осы, өзің еліңді жақсы көру, өз туған жеріңді сүю, қалаңды, жеріңді, ауылыңды, мысалы шыққан жеріңді деген секілді. Осының бәрі сол жаңа патриоттық деген сөздің барлық несінің арасын қамтиды. Нұрлан Қоянбаевтың киносы бар ғой, Бразилияға барып ойнағанда. Боқташы мен деп. Қазақша. Сол секілді. Соның ең азында соның да қадірін біліп жүретін. Біздерге ата-анамыздың да айтатыны ең бастысы әр нәрсенің уақытында қадірін біліп, соған әрекетін жасауың, осы елдің көркеюіне әрекет жаса деп айтады. Одан бір жаман дүниелерді ешкімнен естіген жоқпыз. Нығмет қой. Оның Оның бәрі нығмет, Құдайдың берген, бізге берген нығметі, тәуелсіздік болсын, басқа жұмысымыз болсын, тауып атқан нанымыз болсын, басқа нәрсе, отбасымыз, бала шағамыз, оның барлығы ол Құдайдың бізге берген нығметі.
біз осы нығметтерден қиметті сұра аламыз. Осы нығметтер үшін Алланың алдына жауап береміз. Осы нығметтерге біз шүкір ете білдік пе, соның қадірін жете білдік пе деген секілді, ол бәрінің санасында болу керек болған сұрақ негізінде. Енді оған қызмет, жаңағыдай, енді біздер қызмет деген кезде ең көп үлгі алатынымыз алашордашыларымыз. Енді Қазақ хандығының құрылғанынан бері ғап айтпаймыз, енді ең жақындағы тарихи оқиғаларымыз алашордашыларымыздың оқиғасы. Ең азынан айтатыны ұлтқа қызмет ету, әрдайым мінезден дейді. Тіптен айтатын болсақ, олар шынымен де соның жақын көрінісі болды. Әрқайсының орны таудай десек те, ол шындап айтқанда елге деген жанашырлығы, мысалы алаш қайраткерлерінің, алаш зиялыларының, Ахмет атамыз бастаған Әлихан Бөкейхан бар, Мағжан Жұмабаев, Міржақып Дулатов, осылардың барлығы енді жәдейшілер дейміз ғой енді, сол уақыттағы өмір сүрген бабаларымыз шынымен де алаш зиялылары біздің жаңағыдай бізге қаншалықты ұлтшыл болу керектігін, ұлтшыл болудың қаншалықты маңызды екенін өздерінің осы Алаш Орда мемлекетін құрудағы, одан кейін ел үшін жасаған маңызды шешімдері, мысалы деген қазақ халқы үшін ашаршылық кезіндегі шешімдері болсын, басқасы болсын, бала оқыту мәселесі болсын, қазақтарды оқыту мәселесі болсын, осылардың барлығы біз шыны керек соңғы уақыттағы біз үшін ұлтшыл болудың қаншалықты деңгейін бізге көрсеткен сол алаш қайраткерлері негізінде. Тіптен айтатын болсақ, патриоттың эмблемасы десек те қате айтпаймыз. Себебі әрқайсының жасаған еңбектерін күнімізде жасай аламыз ба деген ғана оймен ғана жүреміз. Тіптен айтатын болсақ, қатты ұзамай-ақ осы төңіректегі Жаһанша Досмұхамедов, Халил Досмұхамедовтеріміз бар, Ғұмар Қараштарымыз әрқайсының жасаған еңбектерін көрген кезімізде тіптен қазіргі күнде мүмкін емес секілді дүниелерде. Ондай адамдар 100 жылда бір рет туылатын шығар бәлки, бірақ олардың жаңағы Ғұмар Қараш мысалы біздің жерлесіміз, батыстан шыққан алаштың алғашқы мүфтиі болған кісі ғой енді. Орынбордағы жаңағыдай Алаш Орда мемлекеті құрылған кезде азан айтып, мемлекеттің атын қойып, сол жаңағыдай жиында сөз сөйлеп, ел үшін, халық үшін, одан кейін жаңағыдай көршілес Сырым еліндегі Жымпитыдағы Жаһанжай мен Халил Досмұхамедовлардың жаңағыдай сол батыс алашордаларды басқарғаны, одан кейін Қаратөбеде өткен қазақтардың съезі, осылардың барлығы біздің ұлтшыл болуымызға, біздің патриот болуымызға, олардың жаңағыдай көрсеткен, шешім қабылдаған маңызды қадамдарының барлығы біздің қазаққа жаңағыдай ұлтшыл болу үшін, елін жерін сүю үшін керемет бір жаңағыдай мотивация дейміз ғой. Сол кісілердің артық не керек шынында. Солардың өмірбаянын оқыңыз, солардың жаңағыдай жасаған жақсы қадамдарын, ел үшін жасаған еңбектерін оқыған кезде таңғаласың кейде. Аз уақыттың ішінде сол алаш қайраткерлерінің өзі ұлтымызды сақтап қалу үшін, патриот болу үшін, ел болу үшін қандай шешімдер қабылдады мысалы. Бұның бәрі сол ұлтшыл болудың арқасында, елін жерін сүю, патриоттық сезімнің арқасында қалыптасқан дүние ғой бәрі. Әрқайсысы да жанын берсе де, елінің болашағы болса екен деген арманмен кеткен. Сүйіспеншіліктің символы, былай айтқан кезде жаңағыдай патриотизмнің жаңа эмблемасы, символы деп айтып жатырмыз. Бәрімізге де сондай күндерде сондай ұрпақ тәрбиелеуді нәсіп етсін дейміз. Себебі біз алдында да бір подкастымызда айттық. Жалпы ондай ұлдарды тәрбиелеп өсірген ел екінші ретте өсіреді деп. Мүмкін біздердің ұрпақтардан да шығып қалатын болар сондай. Әмин, шықсын. Енді біз айтатынымыз жаңағы бабаларымыз, одан бөлек ғалымдарымыз, кімді қарайтын болсақ та, елді бөлуге емес, елді бірлікке, елді жаңағыдай берекетпен ынтымаққа шақырады, әрдайым да жасаған нәрсесі тек пайда болса екен деп. Енді біздің патриоттық сезімнің өзі де солай деп айтылады. Ол жерде мүмкіндігінше пайдасы тию. Хадистерде де бір оқығанымыз бар еді. Пайғамбар келетін хадисте ең жақсы мұсылман пайдасы тиген мұсылман деп.
жаңағыдай ана жерге ұлтшыл болып бөлініп, мына жерде жаңағыдай ру тайпа болып бөлініп, мына жерге келіп діншіл болып бөлініп емес, ең бастысы біз қандай ортада да болсын пайдамыз тигізе алатын деп айтылатын. Сондықтан патриоттық пен ұлтшылдық деген нәрсені ол біздің қазақ халқына енді қоғамда деген діншілдік те бар, фанатизм де бар. Мысалы діни тұрғыдан қарайтын болсақ, кейбір дін өкілдері әсіресе діншілдікке кетіп, дінді ұстанамын деп жаңа фанатизмге кетіп қалады, жіктен шығып кетеді деген секілді. Кейбір топта бар, мысалы сол өзінің діни сеніміне байланысты түскен тілді жақсы көруі, сол елді жақсы көруі жаңағыдай. Бірақ оның бәрі неден аспау керек? Біздің жаңа патриоттықтан, ұлтшылдығымыздан аспау керек. Адам сіз қай дінді қабылдасаңыз да, әр адамның өзінің ұлты бар, жаратылған. Мысалы қазақпыз, біз қазақ болып жаратылдық. Біз мұсылманбыз, тарихтан қарайтын болсақ, бірақ біз патриоттығымыз бен ұлтшылдығымызды ұмытпауымыз керек. Біз исламды қабылдадық, соғыссыз қабылдаған халықпыз. Ислам мен дәстүріміз барлығы біте қайнасқан былайша айтқан кезде. Бірақ дінді ұстанамын деп діншіл болып, патриоттығымыз бен ұлтшылдығымызды жоғалта алмауымыз керек. Ең маңыздысы сол. Тіптен былай айтқан кезде ұлт қана емес, енді мысалы үшін патриоттықтың несі енді отанға қызмет, не болмаса жаңағыдай отбасыға қызмет. Біз отанның өзін сипаттаған кезде отан ана деп айтамыз ғой әрдайым. Яғни өзіміздің отбасымыздың бір бөлшегі. Анаңа қандай жақсылық жасай алсаң, не жасай алсаң, оған да сол нәрсенің бір бөлшегін жасай ал дегендей. Ал енді жаңағыдай отбасыдағы ауызбіршіліктің жоғалуы, не болмаса бір кикілжіңдерге тудыратын іс-әрекеттерді сенің жасап жаңағыдай отанға жасап жатқан іс-әрекетің болып есептелінеді. Енді жоқ емес, шындап келген кезде отанға келіп біреу тайраңдап жатса, ол кезде шынымен де ұлтшылдығын ұстайды. Бірақ та енді ұлтшыл екен біз жаңағыдай ұлтшылдығымыздың шектен шығып, жаңағы оның ұлтының барлығын жамандап емес, сол адамның бір адамның қателігі не бола, барлық адамды да сол жерден кінәлі етіп, не болмаса сол жаңағыдай бір мысалы үшін жанымыздағы Өзбекстаннан біреуге бір нәрсе жасап қойса, 36 миллионның бәрі сондай екен деген сөз емес. Себебі ғалымдары бар, жаңағыдай ол жердің де өзінің өте үлкен білімділері бар, тағы да басқа адамгершілігі жоғарылар. Тек сондай ішінен біреу келеді, бірақ сондай бір іс-әрекеттердің арқасынан үлкен бір дау-дамай туындап, оның арқасынан біздерде жүрген кейбір адамдардың да сөйлейтін зиян тиіп кетуі мүмкін. Сондықтан сол ұлтшылдық деген сөздің мағынасын терең түсіну керек. Міндетті түрде, себебі патриоттық, ұлтшылдық ол деген керек нәрсе, бірақ жаңағыдай шектен шықпау керек. Дін де, шариғат та сол нәрсені айтады бізге. Ұлтшыл бол, патриот бол, дініңді де ұстан, шариғатыңды орында, құлшылығыңды қыл, бірақ елдің азаматы ретінде, ел ретінде, қазақ ретінде сен міндетті түрде патриот болу керексің. Патриот болу керексің, белгілі бір деңгейде ұлтшыл болу керексің. Ұлтшыл болсақ, патриот болсақ, біздің елдің де болашағы жарқын болады, елдің де тағдыры да енді біздің қолымызда емес қой, бірақ дегенмен де сол елге, ұлтқа патриоттығымызбен, ұлтшылдығымызбен жаңағыдай қызмет қылатын болсақ, онда біздің еліміздің болашағы да жарқын болады деген сөз. Жақында референдумымыз келе жатыр ғой. Тілге байланысты бір сөздер айтылады. Біз деген жаңағыдай андай тіл, мына қазақ тілі үстем болу. Оны қолдаймыз. Бірақ отбасымыздың өзінде вообще ешқандай орысша сөйлемейтін адам сияқты ғой. Әрбір сөзіміздің өзінде көптеген дүние бар, бірақ та біз үлкен бір саясатты талқылап кетеміз кейбір уақытта. Дұрыс, ол тіл деген нәрсені қозғаған дұрыс, ол қозғалып жатыр. Бірақ қоғам отбасыдан тұрады. Отбасы ол біздер әркім өзінің отбасына сол қазақылықты, қазақ тілін, патриоттықты, ұлтшылдықты әрдайым айтып отырса отбасыда. Онда отбасыдан сондай ұлтшыл, патриот бала-шаға жаңа ұрпақ өсіп келеді былайша айтқанда. Сондықтан ол қоғамды түзеу бәлки барлығымыздың қолымыздан келмес, бірақ ең құрығанда біз өз отбасымыздан, өзіміздің айналамыздан, айналадағы ортамыздан біз өзіміздің патриоттығымызды, қазақылығымызды, ұлтшылдығымызды айтып тәрбие берсек, онда біздің болашағымыз да сондай ұлтшыл, патриот жаңағыдай өзінің еліне қызмет қылатын сондай бір
намысқа тырысатын азамат ұрпақтардың шығуы керек негізінде. Сондықтан ол біз жаңағыдай тіл мәселесі қозғалсын, белгілі бір деңгейде өзгерістер болсын, мысалы конституциямызда деген секілді. Бұның барлығы, қолдамайтындар да бар, қолдайтын да бар, енді әркімнің адам пікірі әртүрлі ғой енді. Бірақ дегенмен де бұндай өзгерістер біздің елге керек деп ойлаймын жалпы. Тарихшылар да солай айтады. Бұндай өзгерістер ол керек. Жаңағы вице-президенттің болуы, мысалы қазіргі референдумда қозғалып жатқан тақырыптардың бірі мысалы деген, құрылтайдың болуы мысалы деген. Оның барлығы, енді біз саясаткер емеспіз, бірақ белгілі бір деңгейде тарихшылардың айтуы бойынша ол жаңағыдай елдің дамуына, елдің алдағы уақытта болатын өзгерістерге үлкен бір септігін тигізетін жаңағыдай іс-әрекеттер. Сондықтан жаңағыдай кез келген нәрсені, енді мемлекет басшысы бар, еліміз Құдайға шүкір тәуелсіздігіміз бар, кез келген нәрсені қолдап, қолғабыс білдіріп, ел үшін, халық үшін қызмет ете беру керек деп ойлаймын. Яғни оның барлығында бастау біздерден басталады. Балаларымыз бар, отбасылықтан басталуға қажет, әр отбасы өзі. Одан бөлек жаңа мектептеріміз бар, ол өсе келе жатқан жастармен де жұмыс жасалып жатыр. Бірақ та әрбір адам өзінің бір мойнының парызы іспеттес қалап, себебі әрқайсымыз осы тәуелсіз елдің азаматымыз, осы тәуелсіз елде өмір сүріп жатырмыз. Осы тәуелсіз елде ұрпағымыз өседі дегенде үмітіміз бар. Онда әрбір нәрсені сол отбасыдан бастап үйреткен дұрыс болар. Енді ол жаңағы бірден келіп мен патриотпын деп бір туды көтеріп алып жүгіріп жүру ғана емес ол жердегі мәселе. Ол жердегі әрбір дүниесіне, мысалы үшін жай ғана заңдардың өзіне бағынудың өзі бірталай әңгіме. Енді заңның өзі жаңағыдай әркімнің ойынан құрастыра болады деген әрбір сөз бар, бірақ та біз осы елдің азаматы ретінде осы елдің қауіпсіздігі үшін әрқайсымыз жауапты болатын болса, ол өзі уже міне патриоттықтың бастамасы секілді. Ол тек қана заң ғана емес, соған бір еңбек етіп, бір өзінің маңдай теріңді төгіп, бір пайдаңдап келу. Әрқайсысы ең жоғында жаңағы дінде де айтады ғой. Сонан жаңағы сөйлей алсаң, дұрыс сөйле, болмаса тыныш отыр деген сияқты. Сол сияқты ең болмағанда бір зиянды келтірмей өтіп кетудің өзі патриоттық секілді көрінеді кейде. Иә, ең бастысы бұл сұхбатымызда біздің айтқымыз келгені не? Жаңа адамның қадірі оның жаңа ұлтында емес, имандылығы мен өзінің жақсы істерінде. Жаңа аятта да айттық қой, сендердің аларында ең жақсыларың тақуаларың деп те айтты. Сондықтан әрбір адам өзінің елін сүйіп, сонымен бірге басқа халықтарға не істеу керек? Құрмет көрсету керек. Дұрыс айтасыз. Тіптен Абай атамыздың айтатыны біз тек ұлтшылдық емес, біз адамзатты сүйеміз. Бірақ та қызмет етуге келген кезде бүткіл адамзат емес, осы жердің өзінен бастаған үлкен себебі әрбір өлең шумақтары, әрбір қара сөздерінде осы нәрсеге беттеліп келеді. Жаңағы ұлтқа бөлейін дейтін болса, оған айтады адамзатты сүй, бауырым деп. Одан бері қарап келетін болса, орысың ананы істеп жатыр, мынау мынаны істеп жатыр, сен не істеп жатсың деген секілді нәрсемен кейде шымшып та алады. Тұр, әрекетіңді жаса, пайдаңды тигіз. Ең азынан осы елге бір пайдасы тиетін азамат осы жердің азаматы болса деп. Иә, құрметті көрермендер, бүгін бізде сұхбатымыздың тақырыбы осы патриоттық пен ұлтшылдықтың діни тұрғыдан біз ашып түсіндіруге тырыстық. Осы сұхбатымыз пайдалы болады деген үміттеміз. Еліміз аман, жұртымыз тыныш болсын, тәуелсіздігіміз тұғырлы болсын. Елімізде жаңағыдай соғыс, ешқандай кикілжің, алауыздық, ұлтшылдыққа салынып, жаңағыдай елдің арасында іріткі салатын әрекеттер болмасын деп тілейміз. Көптеген тақырыпты қозғап өттік, бірақ сол тақырыптардың барлығы шындап келген кезде бүгінгі тақырыбымыздың айналасында қарастырылу міндетті тақырыптар деп ойлаймын. Себебі біздердің әрқайсымыздың да осы елде тұрып жатқаннан кейін де сол нәрселерге бір септігі болатын тақырыптар. Онда бәрімізге де тәуелсіздігіміз ғұмырлы болсын деп айтайын, енді мәңгілік болсын деп айтамыз, бірақ ешқандай бір кикілжіңсіз, не болмаса жаңағыдай әлемдегі болып жатқан безберекетсіздік болмаса екен деген тілекпен осы тақырыбымызды түсіндіре алдық деген ойдамыз. Рахмет, келесі жүздескенше бұйырса алдағы уақытта тағы да басқа бір тақырыптар төңірегінде жаңа сұхбаттарымыз шығатын болады. Бізбен бірге болыңыздар. Біздерге жазылуды ұмытпаңыздар.